Не, қосуды ұмытып кеттім ғой. Белгілі айтып. Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Сағынова Жанерке. Ең алғашқы видеомда өзімнің осы каналды не үшін аштым және де осы жайында айтқым келеді. Мен неде ашқан себебім қазақ тілі аудиторияны көбейту, соның ішінде кітапхана ретінде ашылатын. Мысалы, элементарно YouTube'қа кіріп, сіз қандай да бір кітап, мысалы соның ішінде қазақ тілі әдебиетіндегі кітаптар, немесе басқа да психологиялық кітаптар туралы пікір іздеп қарасаңыз, ондай таппайсыз. Себебі қазақ тілінде ондай әлі жоқ. Сол себепті осы бағытты неге былайша айтқан кезде ашып қазақ тілді аудитория үшін кеңейтпеске деген ой келді. Сол себепті осы каналды ашуға бекідім. Надеюсь, сіздер мені қолдайсыздар. Көп жақындарыңызға, тума-туыс достарыңызға менің каналым туралы айтып, бөлісіп, көп жазылып, комментария, лайк бассаңыздар мен үшін бұл үлкен қуаныш. Және тағы бір айтатын жайт, мен негізінде каналды бұдан 1 жыл бұрын негізінде ашқанмын. Бірақ басқа бағытта болды. Және мен қазір студентпін, одан бұрын мен енті кезінде аштым. Сол кезде мен ентімен YouTube'ды алып жүру маған қиындық тудырды. Сосын тастап кеттім, бірақ осы жолы мен кәміл сеніп, осы жобаны қолға алып жалғастырамын деп бекідім. Сондықтан менен жақсы дүниелер күтіңіздер. Мен осы күнге дейінгі өзімнің оқыған кітаптарым туралы айтатын болам. Бұл жай ғана бастамасы, алғашқы видео ретінде өзімді таныстырайын дедім. Енді қандай да бір ойларыңызға келген идея болатын болса, немесе бір ұсыныстарым болатын болса, комментария жазып, міндетті түрде менімен бірге бөлісіңіздер. Енді мен асыға күттім, ұзақ дайындалдым. Каналым ұнап жатса, мен қуаныштымын. Әзірге осы, сау болыңыздар.